Қазақтың үш айтулы билерінің екеуінің сүйегі Өзбек жерінде жатыр. Әйтеке би Өзбекстанның Навайы облысында жерленген болса, Төле биге топырақ Ташкеннен бұйырыпты. Өзбек халқынан Төле бидің қабірі қайда десең, өзбектер түсінбейді. Тіпті сұрағаныңды анықтап көрсетіп те бере алмайды. Ал Қалдырғаш бидің кесенесі десең түсінеді. Төленің Қалдырғаш би атануының себебі қазақтар оны Қарлығаш әулие дейді. Ел ішінде Төле бидің бұлай аталу себебі жөнінде мынандай аңыз бар. Бір жаугершілік кезеңде елге жоңғарлар шауыпты. Ауыл адамдары үйлерін тастай қашқан. Осы уақытта тек Төле би ғана түтінін бұзбастан орында отыра беріпті. Ауылға басып кірген жоңғар қонтайшысы түтінін түтеткен жалғыз үйді көреді. Ел жаппай көшкенде өзінен қорықпай отырған адамның кім екенін білмек үшін ауылына кісі жібертеді. Баса көктеп үйге енген жоңғарлар жөн сұраспастан бірден жауап алмаққа дүрсе қоя береді. Сонда Төле би жоңғарларға амандаспай сөз бастағанын айтып, екінші көшпеуімнің себебін айтып, сөзбен түйреп алған екен. Жұртпен бірге бас сауғалап, үйін тастамағанның себебін Төле би былай деп түсіндіріпті. Биыл шаңырағыма Қарлығаш ұя салған екен. Балапандары қанаттанғанша үйімді бұзбаймын деп шештім. Жау жағадан алады екен деп ұясын бұзып, балапандарды шырылдатқым келмеді. Сендердің де үйлеріңді ойран етіп, бала шағаларыңды шырылдатса, өздеріңе жақсы болар ма еді? Төле бидің жауабын естіген жоңғар қонтайшысы Төле биді әулие деп танып, әскеріне Төле бидің шаңырағына да, ол отырған ауылға да шаппауын бұйырған екен. Содан бері Төле би Қарлығаш әулие атанып кеткен деседі. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.